Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз плов дайындайтын боламыз. Бұл рецептпен плов тез әрі дәмді болып шығады. Ол үшін бізге ет қажет. Етімізді кубиктап турап аламыз. Мендегі ет сиыр еті. Рецептің толық нұсқасын описание бөлімінде қалдырып кетемін. Етті турап болғаннан кейін 2 дана жуа керек. Жуамызды полукольца етіп турап аламыз. Одан кейін морковымызды тураймыз. Морковты осылайынан қиғашынан турасаңыздар, өте әдемі болып шығады. Енді 2 дана сарымсағымызды кішкентай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Тамағымызды қазанға пісіретін боламыз. Қазанға сұйық майды құйып қыздырамыз. Қызғаннан кейін сарымсақты саламыз, қызарғанша қуырамыз. Сарымсақ қызарғаннан кейін етімізді жақсылап жуып, ішіне саламыз. Еттің суы басылғанша қуырамыз. Еттің суы басылды. Енді жуамызды, морковымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Жарты ас қасық тұз қосамыз. Дәміне қарай көресіздер барлығын. Және бұрыш қосамыз. Жақсылап араластырып, қақпағын жауып, әбден қуырамыз. Түбі күйіп кетпейтіндей қадағалап отырамыз. Міне әбден қуырылды, суын барлығы кетті. Үстіне су құйып, қақпағын жартылай жауып, отты азайтамыз. Және толық піскенше күтеміз. Міне етіміз барлығы толығымен пісті. Арасында араластырып отыруды ұмытып кетпеңіздер. Күрішімізді жуып, суық суға, міндетті түрде суық суға жуыңыздар. Үстінен салып, араластырып алғаннан кейін су құямыз. Су күріштен сәл ғана асып тұру керек. Қақпағын жауып, әбден пісіреміз. Мінеки күрішіміз пісті. Енді әдемі подача жасағыларыңыз келсе, осылай огурцы мен помидорды турап, тарелканың шетіне қойып береміз. Астарыңыз дәмді болсын. Осымен рецептіміз тәмам. Үстіне жуа турап салуға да ұмытып кетпеңіздер. Егер рецепт ұнаған болса, менің каналыма подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер тағамды.